Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бағдарлама тізгінінде Талшын Нұрланқызы және Естай Амантайұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы әнді сүйсең, меншесей. Ендеше бағдарлама қонақтарымен таныс болыңыздар. Дәстүрлі әнші, ұстаз Тұрғанбаев Әділ Біләлұлы. Бүгінгі сұхбатымыз ерекше болайын деп тұр, себебі дәстүрлі әнші Әділ ағамыздың қасында отырған, сақ патшасы шыққан шілікті топырағында аунап өскен Абай атамызбен аттас Құнанбаев Абай Ерсінұлы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Абай атамыздың өзі жазған өлең түрлері бойынша ән шығарған композитор екендігін бірі білсе, бірі біле білмес. Ол кісінің 27 әннің 36 нұсқасы нотаға түскен екен. Абай әндерінің бізге толық жеткен себебі, олардың халықтың жүрегінде сақталуға сапасы сай шығармалар болғандығында, сонымен қатар халық санасынан өшпес орын алғандығында. Жалпы Абай әндері тек қана қазақ сахарасында ғана емес, әлем саханасында шырқалып жүрген әндер болып табылады. Абай әндерінің ерекшелігі осы ма? Әділ аға, өзіңізге бір сауал. Абай әндерінің тарихының таралуы жөнінде айтып өтсеңіз, Абай әндері бүгінгі таңда жалпы қалай дәріптелуде және олардың бағыттары қандай? Рахмет. Жалпы Абай атамыз енді олы ойшыл адам ғой. Бұл кісінің әндері өте терең. Әрине лирикалық әндері де көп. Бұл кісінің арманы елін, қазақ елін көзін ашсам деп осы қазақтың білімді болғанына көп атсалысқан адам. Өзі әндерін ақ, өлеңдерін ақ көрініп тұр. Сондықтан Абайдың әндерін тыңдау үшін, Абайдың әнін жеткілікті түсіну үшін бұл кісі тыңдармандарына үлкен талап қояды. Ол талаптың бірі білімді болу. Білімді болмасаңыз, албаты қара жаяу адам Абайдың әндерін сөзін немесе әуенін тіпті болмаса соны түсініп кете беру мүмкін емес ау. Енді қазіргі тараулы жағынан келсек, бұл Абай атамыздың әндерін жалпы бұл кісінің өзін көп зерттеу керек. Композиторлығы бөлек тұр. Композиторлығын әріне зерттеу керек. Көп зерттелмеген, әлі менің ойымша әлі қашылмаған Абай атамыз. Сондықтан менің ойымша енді қазіргі кезде, қазіргі заманда осыдан ары қарай мектептің бағдарламаларына толығырақ енгізілсе, үлкен вуздарға, жаңа үлкен жоғарғы оқу орындарына тереңірек үңіліп қараса жақсақ болар еді әрине. Жақсы, рахмет Әділ аға. Енді қалай ойлайсыз мына жалпы Абай әндері тек қана домбырамен шырқалама? О баста Абай әндерін мақамын домбырамен келтірген болар. Сіз бірақ Абай әндерінің осы бір ешкім біле бермейтін, көп танылмаған бір әнін шырқап берсеңіз. Жақсы, менің ойымша домбырамен айтылған ау. Өйткені енді Абайдың әндерінің бәрі домбыраға келіп тұрған әндер. Сондықтан домбырамен шығарылған ау. Өзі домбырада шебер ойнаған кісі, бұл кісі. Сосын бір деректерде 3 шекті домбырада ойнаған кісі. Сондықтан енді Абайдың әндері домбырамен шыққан әндері. Енді жалпы қазақ әншілік мектебінде 5 мектеп бар. Ол енді толығырақ айтып кетейін. Бұл Арқа әншілік мектебі, Батыс өңірінің әншілік мектебі, Маңғыстау өңірінің әншілік мектебі, Қызылорданың әншілік жыршылық мектебі, Жетісу әншілік мектебі, Алтай Тарбағатай педагогикалық әншілік мектеп. Біраз мектептерге бөлінеді. Енді бұл кісі өзі Арғын ішінде Тобықты, орталық Қазақстанда өмір сүрген, демек Арқа мектебіне. Бұл енді бұл кісінің әншілік мектебін бөлік алып қоюға болмайтын шығар. Бұл Арқа әншілік мектебінің ішінде тұрған әншілік мектеп. Сондықтан жалпы осы қазақ ән өнерінде Абайға дейін романс болмаған. Бұл алғаш романс енгізген осы Абай атамыз. Қазақ ән өнеріне романс енгізген адам. Енді осы романстардың бірі Абайдың әні де, сөзі де өзі жазылған Сұрғылт тұман дым бүркіп деген әнін орындап берейін.
бешпет сулайды, жеңіменен көз түртіп сұрланып жігіт жылайды. Елмесең жыланма, тәуекел қыл Құдайға. Өлең ай үйге қайт. Атаңдан азғырып тұрғызбаған бейешке, Алла соны жазғырып әкелді тастап кейіске. Ендеш бір опа жоқ, бүгін жалын ертең жоқ. Етті жоқ, елді бұл. Етті жоқ, елді Келесі сауал Абай өзіңізге қойылмақ. Жалпы Абай атамызбен аттас болып өмір сүру қиын ба? Жауапкершіліктің жүгін арқалап жүргендей болатын шығарсыз. Иә, Абай атамыздай үлкен адамның атына артып жүру, ол үлкен жауапкершілікті жүктейді мойныма. Мен енді өзімнің атымның қойылуын айтып берсем, менің атам қойған, атамның аты жөні Игісінұлы Құнанбай. Мен оның кенже ұлы, Игісінов Ерсіннің баласымын, кенже баласымын. Маған атымды өзі атам қойған. Осы балам менің Құнанбаев Абай болады деп туғанда өзі айтыпты. Сол атам өзі кішкентайымнан маған айтатын: сен үлкен адамның, үлкен қазақтың ақыны, кемеңгер, дана ақын ғана емес, сол композитор деп Абай атамызды солай ұғынықтыратын маған. Ол кісі сол атыңа кір келтірме, үлкенді үлкен деп сыйла, кішіні кіші деп сыйла, ақ пен қараны ажырат деп атам айтатын кішкентай күнімнен. Абай оқуларына, болмаса Абай атындағы әндер фестиваліне қатысып тұрасыз ба? Мысалы, Семейде өтеді деп жоспарланып отырған Адамзаттың Абайы халықаралық конференция аясында өтетін ән фестиваліне қатысу жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Мен кішкентай күнімнен Шілікті орта мектебінің атынан Абай шәкәрім оқуларында көңілім әнді ұғады кезеңдеріне қатысқанмын. Жүлделі орындар алғанмын, бірінші, екінші орындар. Ойда бар, жоспарда бар. Қатысып көрсем, бағымды сынап көрсем деген ой бар. Жақсы, сәттілік болсын. Олай болса, Абай өзіңнің жүрегінен орын алған Абай атамыздың бір әнін орындап берсең. Енді өзімнің жүрегіме жақын, көңілімнен шығатын өте керемет ән «Айттым сәлем қаламқасты» орындап берсем. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан, мал мен бас, сағынғаннан бір сен ойлап, келер көзге ыстық жас, сағынғаннан бір
сен ойлап келер көзге ыстық жас сенен артық жан тумас туса туар артылмас бір өзіңнен басқа жанға ынтықтығым айтылмас бір өзіңнен басқа жанға ынтықтығым айтылмас. Жалпы Әділ аға осы абай әндерінің ерекшелігі тәрбиелік сипатында деп айтып жатады. Абай әндерінің ерекшелігіне неде деп ойлайсыз? Абай атамыздың әннің ерекшелігі бұл әннің тереңінде, сөздің мағынасында, ойдың тереңіндегінде болып тұр. Жаңа мен басында айттым ғой. Бұл абайдың әнін өзін орындау үшін өзінде біраз білімді, сол отырған әншінің өзін біраз білімін қажет етеді. Өйткені жаңағы әннің сөздің мағынасын ашу керек қой. Сондықтан өзіңді біраз жаңағы білімді қажет етеді. Сондықтан жаңағы абай атамыздың бұл шығармашылығында әнінде осындай нәрселерді талап ететіні рас. Абайдың музыкалық мұрасы кейінгі кезеңдерде көптеген опералық, симфониялық туындыларға арқау болып келеді. Осы бағытта Абай әндері музыкалық шығармалардың жазылуына түрткі болды, немесе өзінше бір мектеп қалыптастырды деп айта аламыз ба? Иә, жаңа мектеп туралы айттым ғой мен. Бұл енді жалпы Абай атамыздың өзі де жаңашыл, батысшыл болыңдар деді. Бұл кісі де өзі сол кездің уақытында, сол кездің қалай десем екен, сол кездің меркісіне қойған кезде мен ойлаймын, бұл кісі жаңашылыққа ұмтылған адам болса керек. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, бүкіл елді, бүкіл халықты білімге, жаңа артушылыққа тартты. Абайдың шығармаларына, жалпы бұның Абайдың идеяларына, ойына біраз дүниелер жасалған. Қазір симфония дейміз бар. Кезінде кеңес үкіметі кезінде Абай операсы жазылды, Жамақан Төлебаев жазды мысал үшін. Енді ол операның ішінде қаншама көп дүниелер жатыр. Шынымен түсінген адамға. Енді жеке мектеп деген жаңа айтып отырмын, бұл енді Арқам әншілік мектебінің ішіндегі бұл кісінің жаңағы өзінің шығарған стилінде айтып отырмын. Жаңа тағы да романсты қазақ өнеріне, қазақ ән өнеріне алғаш әкелген, жаңалықпен келген кісі. Сондықтан Абай атамызда енді бұл бөлек мектеп десек те, қалай зерттесек те бәрі сиядау, таусылмайтын дүние. Біз әлі қанша зерттеуіміз керек. Абайды мен ойлаймын әлі толық ашып болған жоқпыз. Бұны қазір тек қазақ халқы ғана емес, бүкіл әлем зерттеуге кірісті. Сондықтан Абай атамыздың әнін көбірек зерттелгені дұрыс ау. Бұл кісінің енді өзінің халқына сондай жанашырлық танытқанның бір себебі Абайдың 40 қара сөзі. Қалай өмір сүрудің, жаңағы дұрыс өмір сүрудің салтын біздің конспектілеп, кәдімгідей қалтамызға сап берген.
жаңағы 40 қара сөзін. Енді сол 40 қара сөзін жаттап өскен біздің болашақ ұрпағымыз айжаман адам болмайды. Әділ аға, келесі кезекте әнге берсек, Абайдың тағы бір әнін шырқап берсеңіз. Жақсы, рахмет. Бұл енді Абайдың өзінің төл томаларынан бұрын Абайдың сөзіне де жазылған әндер, біраз әндер бар кейіннен. Қазір де айланысып жүрген адамдары бар Абайдың жаңағы творчествосыменен. Енді сол кеңес үкіметінде жазылып қалған әндердің бірі Әбілхат Еспаевтың Абай атамыздың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың өзгеге көңілім тойарсың әнін орындап берейін. Абай әндері қазаққа зор бақ. Әрбір қазақ баласы Абайды тегіс танып, тегіс білуі керек. Абайды білмеген қазақ, қазақ емес деген екен Ахмет Байтұрсынов. Ал Абай әуендерін дәріптеу, оны ары қарай насихаттау, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, құрметті келешек жастар, ол біздің қолымызда. Осымен біздің сүбелі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар.